Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен Сағыныш. Бүгін үй жағдайында ешқандай да қоспасыз, зиянсыз, яғни сүзбелі ірімшік, творожный сырды дайындайтын боламыз. Творожный сырды нанға жағып болсын, торттың кремі ретінде де қолдансаңыз болады. Өте қарапайым жолмен жасалады. Бізге бар болғаны дүкеннің осындай 2,5% кез келген айран түрі жарайды. Оны кемінде 5 сағатқа мұздатқышқа, яғни морозилкаға салып қоямыз. Толығымен қату керек. Міне біздің айранымыз толығымен қатып шықты. Қолыңызды кесіп алмай, абайлап шетінен пакетін кесетін боламыз. Енді бізге осындай шұңғылдау ыдыс керек. Үстіне сүзгімізді қойып, және оның үстінен таза марлымызды саламыз, және жаңағы қатқан айранымызды осы марлының үстіне түсіретін боламыз. Енді үлкен болып сыймай жатса, ортасынан бір бөліп қойсаңыз болады. Және осы қатқан күйінде бөлме температурасында жаңағы марлымен жан-жағын бетін жауып, ерігенше, яғни суы бөлініп шыққанша қалдыратын боламыз. Біздің қатты айранымыздың еруіне 5-6 сағаттай уақыт кетеді. Менде бір күн бойы тұрды. Міне енді аштым. Бір күннен кейін өте қою болып шықты. Егер де сіздерде 5-6 сағат қоятын болсаңыздар, бұдан да сұйық түрінде шығатын болады. Яғни сұйық түрінде сол қолдануға болады. Енді өзіңізге ұнайтындай етіп алсаңыз болады. Міне осылай суы бөлініп шығады. Міне біздің сүзбелі ірімшігіміз дайын болды. Енді осыны яғни жей берсеңіз болады, нанға жағып немесе тортқа қолдана берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.